Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін ауызашарға менімен бірге өте керемет, дәмі деген тіл үйренерлік йогурт пен пирог жасап көріңіз. Сізге ұнайтыны сөзсіз, дәмі ерекше болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызды алып, оған ұнымызды саламыз және де 1 чайный ложка разрыхлитель салып араластырып аламыз. Содан соң холодильниктен шыққан мұздай сары майымызды салып араластырып отырып крошка жасайтын боламыз. Барлығын осылай араластыра отырып, крошка етіп жасап аламыз. Міне бізде осындай болып шығады қамырымыз. Және де бөлек ыдысымызға қантымызды және бір жұмыртқамызды салып, жақсылап қант ерігенше араластырып аламыз. Қыздар, пирогтарды жасаған кезде майда қант қолдануға тырысыңыздар, сол кезде жақсы еритін болады. Осылайша жақсылап араластырып қантымызды ертіп аламыз. Содан соң жаңағы ұнымыздың үстіне салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қыздар, басқа қамырға артық ешқандай зат қоспаймыз. Осы бір жұмыртқаның өзімен өте жұмсақ әрі нәзік қамыр шығатын болады. Осылайша ыдысымызда илеп аламыз. Басы біріккеннен соң столдың үстіне шығарып ыңғайлы етіп илесеңіздер де болады. Неке қыздар, біздің қамырымыз осылайша жұмсақ нәзік болып шығады. Әзірге пакетке салып, салмасы дайын болғанша холодильникке салып қоямыз. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға сметанамызды және де сгущенкамызды саламыз. Содан соң йогуртымызды саламыз. Йогурт менде осындай живой деген йогурт. Персик түрін қолданамын, өте дәмді, керемет болып шығады. Бізге 300-400 граммдай керек болады. Яғни осындай йогурт алсаңыздар 3-4 штук қолданасыздар. Содан соң 2 жұмыртқамызды саламыз және де 1 ас қасық кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз сұйықтау болып келеді, ешқандай комочек қалмауы керек, барлық жері біркелкі етіп араласуы қажет. Неке қыздар, біздің салмамыз осындай өте әдемі әрі сұйық болып келеді. Ешқандай комочек қалмай біркелкі болып араласуы қажет. Бұл пирогты 22 немесе 24 сантиметрлік формаға жасай берсеңіздер болады. Формамызды алып, осылай сары маймен майлап шығамыз. Қыздар, сұйық май емес, міндетті түрде осылай сары маймен майлаймыз. Және де жаңа холодильникте тұрған тестамызды алып, барлық жеріне біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Осылайша барлық жеріне жеткізіп орналастырып шығамыз және де осындай шеттерінде әдемілеп қолдарыңызбен немесе қасықтың шетінің көмегімен осылайынан басып аламыз. Содан соң тестамыздың үстін осылайынан вилкамен басып шығамыз және де жаңағы дайын тұрған салмамызды алып үстіне құямыз. Салмамыз біздің осындай біркелкі өте әдемі сұйық болып тұрады. Салмамызды құйып, кішкене столдың үстіне ұрғылап барлық жеріне біркелкі етіп қойып аламыз. Және де тестамыздың шетін қолыңыздың немесе осындай вилка қасықтың шетінің көмегімен біркелкі етіп бастырып шықсаңыздар болады. Қыздар, бұл пирогымызды міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Қыздар, неке біздің пирогымыз дайын болды. Қыздар, тағы бір ескере кететін жайт, пирогымыз пеште пісіп жатқан кезінде ортасындағы салмамыз биік болып көтеріледі. Және де сол өзінің уақытында піскеннен соң, шеті қызарғаннан соң пештен аламыз. Сол кезде ол бөлме температурасына 1-1,5 сағатта суып, өзінің орнына келетін болады. Қыздар, міндетті түрде бөлме температурасында 1-1,5 сағат, холодильникте одан кейін 1,5-2 сағат суытып аламыз. Сол кезде біздің пирогымыздың салмасы өзінің формасын ұстап тұратын болады. Ешқандай да ағып кетпейді. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Осындай пирогтарды кескен кезде пышақты сулап алып кессеңіздер өте жақсы кесілетін болады. Пирогты қалауыңызша кез келген жемістермен сәндеп қойсаңыздар да болады. Қыздар, сәндемей де осылай ұсына берсеңіздер болады. Дәміне сөз жоқ, өте керемет болып шығады, ерекше дәм болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.